Құрметті халайық, қазіргі кезде әлемде болып жатқан саяси жағдайларды естіп жатқан шығарсыздар. Иранға байланысты Иранның Америкамен және Израильмен арадағы ашық соғыстарға дейін жалғасу бұл мәселені әлемдегі мұнай бағасының ғана өсіріп қойған жоқ, бұл әлемде саяси дағдарыс қалып келді. Себебі Біріккен ұлттар ұйымындағы қауіпсіздік кеңесіне мүше 15 мемлекеттің 13-і Иранның әрекетін айыптап, қатаң тыйым салуды жалғастырып жатыр. Яғни Иранға бұл шайқастарды тоқтатуды талап етіп жатыр. Алайда бұл қабылданған қарар кезінде Америка мен Израиль туралы әңгіме айтылмаған. Көпшіліктеріңіз айтуларыңыз мүмкін. Не себепті диктаторлық режимдегі Иранның айтқан жасап жатқан әрекетін ақтап жатырсың деп. Әрине, Ирандағы диктаторлық режим бар екені шындық. Ресейде қалай диктатура? Бұл жақта теократиялық мемлекет дейді ғой. Яғни шариғат заңдарымен басқарылатын мемлекет деп айтсақ болады. Ирандағы революциялардан кейін билікке осындай аятолла билігі орнады Иранда, және ол жалғасып келе жатыр қазіргі кезге дейін. Иран Қазақстан сияқты ашық мемлекет емес, біздің еліміз сияқты ашық мемлекет емес. Бірақ осыған қарамастан біз мәселенің басын ашып алуымыз керек. Бұл жерде менің айтқым келетіні режимді ақтау емес, Иранда өмір сүріп жатқан мысалы қазақтарда бар, түркмендер көп, әзірбайжандар өте көп Иранда. Мысалы біздің елімізде мысалы орыс халқы көбірек қоныстанса, әзірбайжандықтар Иранда өте көп қоныстанған Иран жерінде. Және әзірбайжандықтардың ықпалы да мықты соған сәйкес. Бірақ бұл жерде айтқым келіп отырғаны, Иранда тек Иран парсылардан басқа қаншама мысалы түркітектес халықтарда өмір сүріп жатыр, парсыларда өмір сүріп жатыр. Айналып келгенде режим емес, бұл жерде қарапайым халық зардап шегіп жатыр. Мұндай сөз бар ғой, екі түйе сүйкенсе арасына шыбын өледі дей ма? Қазіргі кезде режимдердің арасында болып жатқан қақтығыстың нәтижесінде қарапайым халық зардабын тигізіп жатыр, қарапайым халық өліп жатыр. Соғысқа аттанатында қарапайым халық, қатардағы сарбаздар. Ал жоғарғы басшылықтар соғыстың болып жатқанын кинодан көргендей экраннан тамашалап кабинеттерінде отырады. Мысалы, соғыс туралы пікір айтатын Трамп пен оның ұлы, мысалы, Берронды америкалықтардың өзі соғысқа жіберіңдер деп ашық талаптар қоя бастады. Ойлаңыздар, Америкада бұл соғысқа кіріскен, Израильді қолдап шыққан Трампқа ашық түрде наразылық білдірген халық тіпті әлеуметтік желіде толтырып тастады, Берронды жіберіңдер деген. Өйткені Трамптың кіші ұлы бар 2006 жылға. Сол кіші ұлын соғысқа жіберіңдер дейді. Егер де Трамптың соншалықты көшбасшылық қабілеті мықты екен, әлемде бейбітшілік орнатқысы келеді екен, бұны әскери жолмен жүзеге асырғысы келеді екен, неге Трамптың ұлында қарапайым сарбаз ретінде осы соғысқа жібермеске деген ашық талабын қоя бастады. Америка қоғамы әлдеқайда ашық екені түсінікті. Және ол жақта тіпті Трамптың қабылдаған шешімдерінің өзін сот күшін жойып тастай алады. Ол жақта енді заңның орындалуы әлдеқайда ашық әрі әділетті. Енді қараңыздар, менің бұл жерде айтқым келіп отырғаны мына нәрседе, түптің түбінде айтқым келіп отырғаны. Соғысқа барып қанын төгетін бұл қарапайым халық бәрібір. Ал Трамп, Мелания Трамп болсын, Беррон болсын, Беррон енді соғыс бастап отқан жоқ қой, баласы ғой Трамптың. Бірақ билеушілердің өкілдері, билеуші әулет бұл соғысты тек кабинеттерінде отырып бақылап отырады. Сталиннің екінші дүниежүзілік соғыс кезінде картаны, глобусты ашып қарап отыратын сияқты қаншама миллиондаған адам қырылған екінші дүниежүзілік соғысты білесіздер. Сол кезде мысалы Гитлер болсын, Сталин болсын, оны тек глобустан қарап отырып кабинеттерінде отырды. Сол сияқты қай кезде болмасын, режим болсын, ол демократиялық ел болсын, Америка сияқты, айналып келген кезде қарапайым халық зардабын шегеді. Жазықсыз қаншама адамдар қырылып жатыр. Өйткені Украинадағы соғыстың нәтижесін көріп жатсыздар ғой, қаншама адам өз елін тастап, босқындап басқа елге көшіп кетуге мәжбүр болды. Қаншама адам қаза тапты. Қазір Украина мен Ресейде тіпті әскер жетпей жатыр. Майданға жіберетін әскер жетпей жатыр. Жыл өткен сайын
мына соғысқа баратын адамдардың саны азайып, оны толтыра алмай әлек болып, айналасына мемлекеттерден көмек сұрап жатыр. Ал жаңағы айтып атқан пікірге келетін болсақ, не себепті жаңағы диктаторлық режимге қолдау білдіргенің ба деген сияқты нәрсе. Жоқ, диктаторлық режим маған да ұнамайды. Өйткені Ресейде де диктаторлық режим, Путиннің жаңағы айтқаны жүріп тұр. Иранда да сондай, және Қытайда да сондай қатаң партиялық режим. Бұндай елдерде дейікші, бұндай елдерде қарапайым халықтың бұндай соғыстарды тоқтатуға заңдық тұрғыдан күштері жете бермейді. Олар бұндаған күші жетпегеннен кейін әрине сыртқы басқыншылықтар болады. Өйткені тарихшы ретінде айтатын болсам, әлемде бұл болып жатқан бірінші соғыс емес, және соңғы соғыс та емес бұл. Осыны түсінейік. Бұған дейін де империялардың арасында талай шайқастар болды. Империалистік. Өздеріңіз ойларыңызға алып қараңыздаршы, 19 ғасыр, 20 ғасыр, 19-20 ғасыр империялық соғыстар, Наполеон соғыстарын алыңыз, бұл да империялық. Одан кейін бірінші дүниежүзілік соғыс, Қырым соғысы, бұл да империялық соғыс. Мысалы қарап тұрсаңыз, ресурстарды бөлісу бұл жердегі мәселе. Мәселе түптің түбінде ресурстарды бөлісу, Иранның қазынасын бөлісу. Ирандағы диктаторлық режимді ғана құлатып қоймай, Колумбия, Венесуэла сияқты өзінің ыңғайына көнетін билігін орнату. Мысалы, Венесуэлада Мадуроны бартта ұстатты, тұтастай мемлекетті басқарып отырған Мадуроны ұстатты, алып кетті, мемлекет президентін алып кетті де Америкаға барып соттап жіберді. Ойлаңыздаршы, басқа түк қатысы жоқ Америкада, солтүстік Америкадағы бір мемлекет отырады да, оңтүстік Америкадағы басқа материктегі мемлекеттің басшысын барата тұтқындап, өз еліне апарып соттап жібереді. Мадуро көп венесуэлалықтың бірі емес, ол тұтастай мемлекетті миллиондаған халықты басқарып отырған адам. Ал нәтижесі не болды, білесіздер ма? Нәтижесінде қазір Венесуэлада Американың ықпалына көнетін үкімет қалыптасты, және Трамп бұны қуана мәлімдеді, және ол жақтағы пайдалы қазбалармен тиімді шарттар жасасу туралы керемет мәлімдемелер жасады. Қуана тұрып мәлімдеді. Қазір Венесуэлада осындай үкімет қалыптасты нәтижесінде. Американың ықпалына көнетін. Енді бұл аспаннан алынған дерек емес қой. Бұл мына біз өмір сүріп жатқан 21 ғасырда болып жатқан нәрсе, және осы Трамптың билігінің тұсында болып жатқан нәрсе. Мысалы, Путин Зеленскийді өзінің дегеніне жүргізгісі келе ма? Сол сияқты Трамп та Иран билігін өз дегеніне жүргізгісі келеді. Ал Иран бұған көнгісі келмейді. Ал егер Біріккен ұлттар ұйымы сияқты халықаралық ұйым бұл жерде белгілі бір мемлекеттердің ғана сөзін сөйлеп шығатын болса, ол халықаралық ұйым болудан қала береді одан әрі. Өйткені Біріккен ұлттар ұйымының құрылуының өзінің мән мағынасы әлемде бейбітшілік орнату. Ал бұл жерде агрессор кім деген сұрақ. Тыныш отқан кезде Иран барып Америкаға тиісті ма? Әлде Америка келіп Иранға шүйлікті ма? Осы кезге дейін жылдар бойы мына МАГАТЭ сияқты ұйымдар бар ғой, Европа сияқты мемлекеттер Иранға санкция салып келді. Иран ондаған жылдар бойы Америка, Европаның санкциясының астында жатқан мемлекет. Бірақ билік шашылып қалған жоқ. Сол санкциялармен күресіп келе жатыр. Ал бұлар санкциямен бұл мәселені шеше алмасын түсінді ма, әлде Иран қатты күшейіп кетеді деді ма, кім білсін. Енді бұлар ашық түрде соғысқа барып отыр осындай. Өйткені тарихта да 19 ғасырда да 20 ғасырда осындай империалистік соғыстар болған. Мысалы, Вьетнам соғысын алыңыздар. Бірақ масқара жағдаймен аяқталды ғой. Тағы қандай шайқастарды айтуға болады. Мысалы, Цин империясының тұсында Қытайдағы алып империя, бірақ дәрменсіз империя тұсында. Европалықтар Қытай жерін бөлшектеуге салды. Империалистік державалар, Германияң бар, ағылшындарың бар, француздарың бар. Бұлардың барлығы Қытайды бөлшектеді. Ал қазіргі кезде болып жатқан жағдайлар дәл соның басқаша формасы деп айтсақ болады. Ол кездері ашық түрде отарлау жүргізсе, қазір ресурстар үшін талас.